Сегодня нас ждет особенный день. Мы собираемся в дорогу, едем за город, к родственникам, чтобы отметить юбилей моей тети. Далекая дорога, семейные разговоры и теплая встреча впереди. Поехали вместе с нами. Друзья, привет! Если вы здесь впервые, добро пожаловать на наш канал. Меня зовут Ботагоз. Я люблю сохранять теплые семейные моменты, традиции и простые радости жизни. Рада, что вы здесь. Если вам близка такая атмосфера, обязательно подписывайтесь. Будем рады видеть вас в нашей семье на YouTube. Браслет. Не деп айтады? Мен көзім көріп тұрмын. Білезік. Жазу бар ма? Иә. Оқысай? Көзім көрмейді ғой. Так. Асыл анам. Асыл анам. Асыл ана бол дегеніңіз ғой. Иә. Ой, рахмет. Нет, почему Адылбек Аманбай? Яғни ана ғой енді жетістік болған. Асыл ана бол дегені ғой. Да, правда. Енді мынаны қолға тағамыз дейді. Асыл, тұратық асыл. Ойнайсыңдар қасқатпен. Ойнамайсыңдар ма басқа? Ал енді мынау біздің нелеріміз ғой мына. Екі қыз, отбасымыз. Рахмет, барлықтарыңыз болсын. Ал енді келе маған, тұратыр. Құтбеке, енді мынаны былай жаңағы гүлдің орнына, өйткені гүл қарайып кетеді қазір отморозы. Онан кейінше мен айттым, тәтелерің өзі гүлді күшті егеді. Рахмет. Ал рахмет, барлықтарыңа рахмет. Дендерің сау болсын сіздерде. На память деп. Рахмет. Sağ üstünü götürüyoruz, yaptın mı? Meryem. Даяна дайындалғанын айтсам. Kişinin mutluğunu koymayın. Молодец. Я кешегі. Енді сен Айгүл екеуміз келдік. Kızlı neyse kesiyor ya, şavmaya kaldı. Adilbek'e ors tutuyor. Diğer kız nasıl yenilmiş? Şimdi Өзіңе де жақсылық тілеймін, барлық жақсылық тілеймін. Мой братишка Аманбай обслуживает. Ұрыспайды Еркеле bakalım. Келіңдер. Какие мальчики у нас тут, двойняшки, мои племянники. Да, близнецы. Сайда кімдермен бірге? Они очень сильно похожи, да, скорее всего, они близнецы. Так, это наши сноки, Айгулечка и Мөлдер. Вот еще будущее тут. Толик, я почему просто по старшинству не басқаным. Жас көретін алтын қайнымның келіншегі, абысынажым біз бүгін
Алланың санына толып жатыр жасы. 7 жасар деп айта алмаймыз, 70 деп ұялмай айтуға болады. Мына дастарханда балдары жасап, кішігірім өзіміз бала-шаға болып тойлап жатырмыз. Енді Аллаға мың шүкір, осы дастархан үй толып, өз балдарымызбен толып жатыр. Осы балдарымыз онан сайын көбейтіп, Толик, Анварбек, Құттыбеке, жастан жас қоса беріңдер. Екеуіңді бөлуге болмайды. Екеуің осы балдардың рахатын да, қызығын да бірге көріңдер. Қандай мақсатың бар, арманың бар, Құттыбеке. Әйел деген бәрін ойлайды, анау мынандай болса екен, анау андай болса екен, мынау бүйтіп қалса екен, мынандай істеп тастасақ екен деп. Соның бәрі орындалып, арманыңа жет. Анварбек қасыңа, тірегің, асқар тауың аман болсын. Бек қанат, ек ұлың, Әділбекпен Аманбай аман болсын. Олардан көбейіп жатқан немерелерің аман болсын. Келіндерің жоқ, балдарың көбейіп жатқан, ал көбейтіп жатқан келіндер аман болсын. Осы енді келіндерді артына айтып жатырмын ғой, көбейтіп жатқан. Өйткені балдар ұрпақтарың, ал осы келіндерге мың рахмет. Осы айтады ғой, үлкенге қандай жақсылық істесең, алдыңа келеді. Осы саған бүгін сенің құрметіңе деп Айгүл жүгіріп, Жанар жүгіріп, қай кезде тек қана жақсылыққа жайыла берсін. Берекелі болсын, мерекелі болсын. Ағайын толып жатқан біз қыздарымызбен, балдарымызбен келіп отырмыз. Дамира отбасымен келіп отыр. Дәулет, сенің құрметіңе деп шаршамай, әдемдеп, табиғаты күшті жерде тұрып жатыр ғой, болса да қайғырсың да тұрып жатсың. Осы жерде серуендеп, рахаттанып, келіп отыр, сенің құрметіңе деп шаршағым келмейді. Сол бәріміз аман сау болайық, сенің 100-ге толған тойыңды немере шөберелерің өткізесің, атап өткізесің. Зау өмір жүріп, осылардың қызын көріп, дастарханның арасына қуарысқа езді. Бұл жерде берекет, мереке, артынан той отырмыз. Неше жасқа толып жатсың, бала-шағаның қызың, немерелердің қызың, жасың ұзақ болсын, ауырма, аурудың бәрі 25-ке қала берсін, қағып жіберіп кетіңдерші деп. Енді ауырмай, дені сау, жаңағы айттым ғой, йогаға барамыз деп. Йогаға барып, энергиямызды көтеріп, бала-шаға аман болсын, солардың қызын көрейік, солардың жетістігін көрейік, биіктен көрінсін, біздің бұл жақсылықтармен қуанта берсін, шөбере сүйгізсін. Это самое. Мамина, как сказать, хорошая, послушная, как сестре или как кому относится, абысынка такая, прям вот. Все годы прям ты, как сказать, всегда помогаешь, обучаешь. Где-то это от мужа зависит. От мужа зависит. Я воспитываю, как воспитаю. Вот хорошо воспитывали, да. И вот. Так что, как его, самое главное здоровье, чтобы дети, внуки радовали. Как бы у детей судьба не сложилась, все, пусть они самое главное, как сказать, счастливы, да. Все, дети выросли, растут, как его, внуки растут, вот. И любимые рядом, правильно? Вот. Сегодня кто там, Айгуль, Жанара, Мульдер, все. Вот. Все равно все на месте, и все это, как сказать, мы все вместе, дружно накрыли стол. Ты же знаешь, мы это самое, Дастархан, как самокритик такой, да? Мы же друг друга учим, вот. Мульдер молодец, Айгуль молодец, сколько прям с любовью так красиво накрыли. Жанара, где она, Жанара? Вот. Самшу вчера это самое, Самшу спекла, а Айгуль с ночевкой там,
Я говорю, о, точно вкусно все будет. Да, молодцы, самое главное, с любовью друг друга любите, берегите. Ну, если любовь есть, конечно, все красиво. Ради любимого будем угождать, ты посадить. Да. Ванара, это спасибо, очень вкусно, говорю, накрыли салат, сделали самсу, это путь к желудку ко мне и к моим родственникам, и к моим через желудок лежит. Моему сердцу и сердцу. Уважение, спасибо. Ты проложила путь. У нас дома тот раз тоже помогла, это самое. Очень хозяйственно, такая приятная. Спасибо за такую помощь, да. Вот. Мне главное, чтобы мои дяди и тети любили, так сказать, ценили, уважали. Они, если улыбаются, настроение, значит, вы их радуете. Если, не дай бог, будет грустный глаз, все, я подумаю, значит, что-то они не то. Но этого, я думаю, не будет, поэтому, да. Я своим тоже вот Улдана Нике говорю, если мама, папа там это самое, вот такие грустные, это самое, ходят, все, я говорю, что-то не то. Ладно, меня поругают, побьют, там, может быть, там, воспитают. Я строгая. Я в гости прихожу, ухожу. А настроение все от вас зависит. Вот. Ну, я не сомневаюсь, все прекрасно, а Адильбек Аманбай, они все равно любимых себе выбрали, и вообще все прекрасно, я смотрю, пусть тоже, вы их тоже радуете, лелеете, ну, такие у меня братишки, вот, так что они вас любят, вы их любите. Главное, чтобы мои племяшки все живые, здоровые были. Да? Там кто это у нас в Актюбинске, это самое главное тоже, чтобы когда здоровые, крепкие были, пусть вас радуют. Что? Давайте, отец, за тебя, за твою молодость. А ты вообще это, как его, не изменилась, такая же стройная. Да. Ура, 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 ура! Чтобы я не забыла сказать, Медаик как выручил. Я прям почувствовала, как у меня братья. Потешка моя дорогая, любимая моя, ты знаешь, что я с самого детства тебя люблю. Я постоянно к ним домой ездила, все детство. Каждый этот выходной у мамы отпрашивает, а в Кететмена, за городом они жили, геологи. Қашым баллонға түсетіндерін Да, как я купалась, Аманбай рядом, там Адильбек. Я такая еще где-то 14 лет, как Марьяма. Я там купалась. А сейчас, Марьям, попробуй заставить баллоне скупать. А у нас тогда выхода не было, мам, бассейнов не было. Вот единственный курорт, где это взять только геологи, когда они жили. Так что очень много хороших воспоминаний у нас с вами. Такой бассейн у нас был. Благодаря кому? Моему дяде, который такую-то одежду нам привел в дом. Я даже помню свадьбу вашу, как они в Турде сидели там двое. А я такая маленькая была, я запомнила. Желаю вам здоровья крепкого, чтобы еще как минимум столько же прожили, чтобы дядь Толик... Хотя бы 100 на это, тут пока. Ну пусть будет, я с запасом, с авансом даю. Дядь Толик у нас, бақытты, тату, ұзақ өмір сүре беріңіздер, осылай ойнап күліп туысқандардың ортасында, чтобы рядом всегда близкие были. Вот мама с вами всегда, тетя Тамара, дядя Даулет. Дядя Даулет, еще раз привет. В общем, долгих лет жизни и близким тоже. Чтобы вот так вот всегда рядом, вместе были. Потому что, как мама говорит мне всегда, человек никто без родственника. Ағайынсыз өмір емес. Қонақсыз үй болады. Давайте, давайте!
Пошла. Давайте, растрясите. Молодец, Султанай начала. Давай, давай, гуляй, гуляй. Gider kalamın, arkalamın, ulanıp gider kalamın, anamın, aklını verip paramın. Biliyor abi. O da biliyor. Азия, привет. Катя, привет. Хорошо снимаю. Şereflerim sumsak sondayken razı olsun Allah sizge ana ömür verip ösürgenine razı olsun Allah sizge Ne güzel, balon geliyor böyle. razı verdim ağzınızda aksınızda yalan benim ağzınızda süyüp olanmına kalanlar süyüp olanmına kalanlar torpağına bunu Титис, Блэк, папа, Блэк. Полностью Allah'ın arkasında ben ornu böyle gasıl hakim razı olsun Allah sizge ömür verip ömürsüz kendine razı olsun Allah sizge hakimde keşirgeni süyüp olanmına kalanlar süyüp olanmına kalanlar razı olsun Allah sizge ömür verip ömürsüz kendine razı olsun Allah sizge hakimde keşirgeni ağzım etim ağzınızda ak sütümde yalan var ağzım etim ağzınızda süyüp olanmına kalanlar süyüp olanmına kalanlar Это тоже энергия. смену пилеватор. Bu обмен энергиями будет. 18-21 kayıp gelmeden Gel, gel.
Hala hamam yanımda, yanayım dedin yanımda. Seni candan sevgandım, en güller yanımda. Міне ең бастысы несі құрсағым зор денсаушылық, ауырма бұдан былай қарай. Осындай көңілді дастархан басында табу әрдайым қатар отырып қуанышымызда отбасындағы әрбір кішігірім қуаныштардың бәрін бөлісіп жүре берейік. Сол үшін денсаушылық керек, өзіңді өзің көріп аман бол. Айналамдағы балдарының бәрі, бала шағаның бәрі аман болсын. Оларға да денсаушылық тілеймін. Осы бар ойлаған көздеген мақсаттарына жетсін. Кім Еркінжан семейде жүр, бағана звондап жатыр. Тәтесінің төбесі көкке жеткендей болды. Мен де қуанып қалып жатырмын. Өмір баянды болсын, бақытты болсын, жұмысында абыройлы болсын, қызметінде. Ол ең басты байлық денсаушылық деп отырмын ғой, сол денсау болып, соның арқасында сондай жақсы жетістіктерге жетемін. Ал енді байқамай келіп қалған 70-ке құтты болсын айтын. Келгім келмеді, бірақ Тағы да байқамай 70 жасар десей. Жүз жасап жерде, реально. Бірақ жалғыз өзін емес, бірге ұзағынан екеуміз 200 жыл өмір сүреді, екеуміздің жасымыз қосқанда. Сондай тілек айтқым келеді, денің сау болсын, көрген бала шағаларының жақсылығын көріп, қай жерде жүрсе де аман болсын балдар. Кеше қаржында болайын да келе алмай деп ойлаймын. Тек қана күшті болып жүре беріңіз. Балдар, Боташка, Гүлмирашка, Еркош бәрі. Құдайға шүкір. Осылар енді Нұрсұлтанымыз бар, Нұрсұлтанымыз бар енді. Осылардың тек жақсылығын көріп, солар әрбір күндері қуанышты күндерге толы болсын. Мына көрінген балдарының тек жақсылығын көрсін, рахатын көрсін. Олардың жаңа билеп жатыр ғой біздің балдар, немере. Сондай қуанышты күндеріміз көп болсын. Енді немере, енді шөбере сүйейік, шөпшек сүйейік. Тек жақсылықтарын ғана естіп жүрейік. Ал анамыздың 70 жас толған туған күніне қош келдіңіздер. Біріншіден сізге, анашым, сізге зор денсаулық тілеймін. Өмір жастығыңыз ұзақ болсын. Осы әкем екеуіңіз ұзақ өмір сүріп арамызда күліп ойнап, осы немерелеріңізбен күліп ойнап жүре беріңіздер. Өмір жастарыңыз ұзақ болсын, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Келген тойшы қауымның барлықтарының отбасына аманшылық тілеймін, денсаулық тілеймін. Жолдарыңыз әрдайым ашық болсын. Аңсаған армандарыңыз, көздеген мақсаттарыңыз орындала берсін. Бірінші байлық денсаулық, сол барлықтарыңызға зор денсаулық тілеймін. Қош келіпсіздер. Мама, туған күніңізбен өмірдегі бар жақсылықты тілеймін сізге. Тек қана ең басты денсаулық болсын. 100 жасаңыз, осылай шөбере көріңіз.
тек көзге көрінген балдарымыздың, немерелеріміздің тек қызығын көріп, осылай ортамызда папа екеуіңіз бәйтерек болып отыра беріңіз. Барлықтарыңызға да тек қана денсаулық тілеймін, рахмет көп. Мама прям переживала кеше. Келмей қала ма деп, прям күшті болды, бәріңізге удачно, прям келіп, жолдың несіне қарамастан, осылай тек қана туысқандар жинап, басқа ешкімді қосқан жоқпыз, кішігірім өзіміз атап өтейік деп үйден. Міне сіздерге де тек семьяларыңызға бақыт, табыс, денсаулық тілеймін, ең бастысы несібелеріңіз мол болсын, осындай тату тәтті туысқан болып араласып жүре берейік.